Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай әрі тез жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Пирогымыз үлпілдек болып піседі. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен пирогқа қажетті заттарды дайындап алайық. 3 жұмыртқа, қант, айран, май, разрыхлитель және ұн қажет. Құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, сәл ғана миксерлейміз. Сосын қантымызды 3 бөлікке бөліп сала отыра миксеріміздің жылдамдығын жоғарылатамыз. Жұмыртқамыз бен қантымыз осылайынан 2 еселеніп көтеріліп шығуы қажет. Сосын айранды салып және майымызды құйып тағы да миксерлейміз. Бұл пирогты вилкамен араластырсаңыз да болады, немесе венчикпен араластырсаңыз болады. Мен миксермен араластырдым. Және де таразы қолданбасақ та болады. Бір пияладан әрқайсысын салып араластыра береміз. Ал ұнды 2 пияла саламыз. Достар, ұнымызды електен өткізіп аламыз. Електен өткізсеңіз түйіршектен қалмайды. Сосын тағы да миксерлейміз. Мінекей достар, қамыр дайын болды. Енді осы қамырымызды арнайы ыдысты майлап, құйып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің пирогым дайын. Осылайынан шпажка таяқшаларымен ортасының піскенін тексеріп алғандарыңыз дұрыс. Мен пирогымды 30 минуттай суытып алдым. Суытып болғаннан соң осылай қантымдағын сеуіп шықтым. Бұл сәндік үшін де және де пирогқа өте керемет дәм береді. Ал енді пирогымды кесіп көрсетемін. Керемет жұмсақ болып кесіліп жатыр. Бұл пирогтың ерекшелігі өте қымбат заттар кетпейді. Үйдегі тоңазытқышта бар заттармен жасасаңыздар болады. Достар, менің рецептімен жасап жатсаңыздар, ас болсын, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.